Төртінші тапсырма. Суреттерге қара, сөйлемдер құрап жаз. Бізге 4 сурет берілген. Бірінші суретте еден жуушы, екінші суретте дәрігер, үшінші суретте бағбан, төртінші суретте аспаз. Енді балалар, үлгі бойынша дәрігер бізге дәрі береді деп жазу керекпіз, балалар? Яғни әрбір суретке сөйлем құрау керекпіз. Бірінші суретте еден жуушы. Еден жуушы мектепті жинайды, тазалайды, шаң сүртеді десек болады. Екінші, дәрігер үлгіде тұр, дәрігер бізге дәрі береді. Немесе дәрігер тамағым ауырса емдейді.